Сәлем бәріне, бүгін 7 сынып алгебра 37-те 4-ші есепті шығаратын боламыз. Есепті шығарып бастамас бұрын мені қолдау ретінде лайк басып достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Бұл жерде айнымалының қандай мәндерінде берілген өрнектердің мағынасы болмайды деген. Мағынасы болмау деген ол өрнектің бөлімінде 0 саны шығуы. Яғни бөлімінде 0 саны шықса, бұл бөлшектің мағынасы болмай қалады. Сонда бізге оны табу үшін біз бөлшектің бөлімін 0-ға теңестіруіміз керек. X минус 2 тең 0 деп жазып аламыз. Сосын X минус 2 теңнің ар жағын өткен кезде плюс 2 болып барады. Сонда X 2-ге тең болған кезде мынау бөлшектің мағынасы болмайды. Яғни 2 минус 2 тең 0-ға болып кетеді. 0-ға бөлсең мағынасы болмайды деген сөз. Екіншісі, бұл жерде бөлімін жазып аламыз дәл солайынан. b квадрат қосылған 7 тең 0-ға деп. Енді біз бұны 0-ға теңестіріп алдық. Енді b квадрат тең минус 7-ге дейміз. Бірақ та бұл жерде b квадрат қандай санның квадраты болсын, ол минус 7-ге тең бола алмайды. Сонда мына өрнектің жауабы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады. Үшіншісінде y минус 3. Бұл жерде мұнда екі бөлім бар, яғни бірінші бөлшектің бөлімі, екінші бөлшектің бөлімі. Енді біз бірінші бөлшектің бөлімін жазып алайық. Y-тен 0-ға. Мына жерде y минус 3 тең 0-ға деп жазамыз. Содан соң y-тен 3-ке екенін табамыз. Жерде y тең 0-ға және y 0-ға 3-ке тең болған кезде бөлшектің жауабы болмайды. Төртіншісі. Мұнда бізде бөлімінде 2a бар екен. Бізге жақының сыртындағы a-ны 0-ға теңестіріп алу керек бөлек. Және де ішіндегі a-ны 0-ға теңестіруіміз керек. a 1 тең 0 және де a тең 0 жазамыз. Және де a минус 1 тең 0 дейміз. Мына уже ішіндегісін жазып отырмыз. a минус 1 тең 0 және де a тең 1-ге. a бізде 0-ға және де 1-ге тең болған кезде есептің жауабы болмайды. Бесіншінде дәл солайынан екі бөлшек берілген, және де осы бірінші бөлшектің бөлімін, екінші бөлшектің бөлімін 0-ға теңестіреміз. 2 минус y-тен 0, y-тен бізде 2-ге болады. Себебі y-тің орнына 2-ні қойған кезде 0 шығу керек. Ал келесі мынау y минус 3 тең 0 деп жаза аламыз. 3 y-тен мына жерде минус 3 болып тұр. Мына жерге келесі бөлім өткен кезде 3 болады. Y-тен 1-ге. Келесі 6-шысында жауабымда, 5-шісінде жауабы. 5-шісінде жауабы мынау және де мынау болады. Алтыншысында мына жерде бөлімінде 3s деп тұр, тең 0-ға. Мұнда өздерің білесіңдер, кез келген санды 0-ға көбейткен кезде бәрібірден 0 шығады. s тең 0-ға. Мына жерде 2s минус 3 деп тұр, тең 0 деп жазамыз.
2s тең мына жерде минус 3 болып барады. S 3-ті 2-ге бөлген кезде 1,5 саны шығады. 6-шының жауабы осы екеуі болады. Егер де видео ұнатса, мені қолдау ретінде лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.